достар, видеоны көрмес бұрын төменде подписка деген қызыл кнопка бар. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, достар, тіркеліп кетіңіздер. Видеоға лайк басып кетіңіздер, достар. Біздің ірілігімізді қараңыздар. Біз төбесінен деген қарап тұрмыз, мына жерде дейтін көрінбейді ештеңе. Қараңыздар, тренировка жасап жатырмыз біз дейтін. Ё-майо, достар, денеміз деген пытыр не деген рахат, достар. Так, біз басында тренировка жасап алдық. Қалалармен бірдейміз, достар, қараңыздар. Мына үйлермен өте бірдей болып тұрмыз, достар, қараңыздар. Секіргеніміздің өзі бір ғанибет, достар, қараңыздар. Секіріп өтіп кетеміз. Қабырғадан дейтін вообще ойланбай секіріп өтіп кетеміз, достар. Так, қараңыздар, мына ойын машинасымен бізде біргеміз. Өткен видеода біз, достар, қол темірлермен тренировка, міне қараңыздар, мына тракторды смело тартамыз, достар. Үшеуін смело тарттық, көрдіңіздер ма, достар? Қараңыздар, мына жақта деген қол темірлерді тазып жатыр. О, бауырым, чё там, қалайсың? Так, біз енді басында 2,5 миллионға тренировка жасалайық, достар. Қараңыздар, денеміз пытыр, уақ, не деген рахат. Так, біз қараңыздар, 7470 болды. Бізде абсолютная единица болдық атымыз. Қол темірлерді смело тасимыз. Өткен видеода мына пикачтың біреуін таситын едік қой, достар. Енді екеуін тасып көрейік, достар. Екеуін құлады, достар. Аударылды ғой, достар. Кәдімгі дейтін. Ё-майо, базар жоқ, не деген үлкен мала дейтін. Қол темірлер өте ауыр болады, достар. Кәдімгі 2 пикач тассақ біз почти 1 миллион очко жинаймыз, көрдіңіздер ма, достар? Почти 1 миллион. Так, қараңыздар, мына қол темірлердің барлығын жинап тренировка жасаймыз. Мына қараңыздар, бізден кішкентай качоктар да бар, бірақ мына жерде кәдімгідей тренировка жасап жүр, достар. Содан соң менің сіздерге кеңесім, мына қол темірлер жаққа өтпеңіздер, достар. Егер де сіздердің очколарыңыз кішкентай болса, өтпей қойыңыздар. Примерно мен сіздерге айтайын, бір 4000-5000 мына күш бар ғой төбедегі, сол күшке жеткізген соң мына жаққа қарай өтсеңіздер болады. Ал одан алдын сіздерге өтуге кеңес бермеймін, себебі бұл жерде өте ауыр. Менің өзім қараңыздар 7400-ді әрең тасимын. Бауырым, не істеп тұрсың? Саған мотивация керек па? Давай, денеңді пытырлап, әйтпесе сен қалып қоясың, бауырым. Короче, бауырым, не істеп тұрсың? Мынау дейтін гайкі бас, тұрғынларыңыздар, достар. Жеңсе киіп алған, кәдімгі мынандай майк киіп алу керек бізге де, достар, денесі мускулдар көрініп тұр ғой дейтін, қараңыздар, мускулдары. Легенда аттеке дейді. Пикке ма, теке ма? Достар, біз өткенде легенда аттекеден өтіп кетіп едік қой. Мына кішкентай бала мынадан қарағанда жақсы, достар. Себебі ол мотивациясы бар, достар. Бір істі бастадыңыздар ма, соңына жеткізіңіздер, достар. Так, міне монс дейма, не? В общем, бірдеңе деп қойған, шимелеп қойып тастап атын. Дұрыстап қоймай ма, не? Бір мағына алады. Қараңыздар, біз абсолютно единицамыз, және де бізде 3 миллион очко бар, примерно, 3 миллион очкодай бар. Так, енді біз ары қарай 4 миллион, в общем, көп очко жинап тұрып, денемізді пытырлап тренировка жасаймыз, достар. Видеодан алыстамаңыздар, әлі алда өте үлкен болып, мыналардың бәрін таситын боламыз, достар. Видеоны аяғына дейін көріп кетіңіздер, достар. Так, қараңыздар, анау дейтін 3 қол темірді, кішкентай 3 қол темірді әрең тасып жатыр, достар. 82 000-нан қосадан алған. Базар жоқ, не деген бір питомес па, бірдеңелер киіп алған. Мына бауырымды қараңдар, достар, өте үлкен болып кетті, достар. Қайдан үлкейіп кетті мынау дейтін. Міне мына жақта жүр екен ғой, мен анау деп қойдым. Білмеймін, әйтеуір бір очкасы ма ұқсайды екен, достар. Мен анау үлкен деп ойлап кеттім, бағана шошып кеттім ғой, достар. Менен де үлкен болып кеттім ма деп. Базар жоқ, енді мынаның бауырымыздың денемізде дейтін. Кәдімгідей пикачтың үшеуін алады, гидрадан алады еще. Базар жоқ, бәрін қосып тұрып бір тасады, достар. Примерно оған айтайын, достар, примерно бір 2 миллион очкодай қосады, достар. Қараңыздар, базар жоқ. Бауырым, бізге де үйретіп қойсайшы, қалай тартып жатсың, қалай күшейіп жатсың. 165 000-нан қосады, достар, көрдіңіздер ма? Базар жоқ, бір питомес па, бірдеңе алған ғой бұлар. Білмеймін, енді маған да бір питомес па алу керек еді, достар. Қай жерден алады, соны комментарийге жазып кетіңіздер, достар, білетіндеріңіз болса. Бауырым, жағаласпашы, гайкі бас. Мынау гайкі бас. Бауырым, гайкі болып қалдық қой екеуміз мына жерде. Бауырым, не істейміз енді? Бауырым, тарта бермесейші, о жаққа қарай, мына жаққа қарай тартса, екеуміз бірге тартайық. Керемет. Достар, анау заттарын алып тастап, қайтадан алуды жөн көрді, себебі екеуміздің заттарымыз көріп тұрғандарыңыздай тіресіп қалды, достар. Енді бізде 6 миллион 700 000 энергия бар екен. Қанша болады екен, достар?
7.700.000 болды достар. Көрдіңіздер ме? 1 миллион очко қосамыз. Қараңыздар, бас тренировканы бауырым денеңді пытырлат. Өз достар, қараңыздар, біз дейтін базар жоқ. 11.600.000 энергиямыз бар. Базар жоқ. Мына бауырымыз енді тренировка жасауды жөн көріпті. Бас бауырым, денеңді пытыр, давай. Ай, хорош. Мынау дейтін, гайкі бас. Тренировка қайда? Мә, бауырым 2 рет қана тренировка жасап мынау. Жөніңді біле, құмырсқа, майы. Мә, достар, өзінің дәрежесін білмейтін адамдар өте көп, 2 рет тренировка жасап ананы жасап отыр. Так, денеміз пытыр, не деген рахат мынау дейтін, майы, достар. Қараңыздар, біз дейтін 7.600 болдық, достар. Так, детский танкпыз біз, достар, детский танкпыз. Кішкентай балаларға арналған танктар болады ғой, сондай боламыз. Енді достар, слабый танкпыз, достар. 2 миллион очкомыз қалды. 8.000 күш бізде, достар. Давайте басқа жаққа өтіп, мұна құл темірлер тасып көреміз, достар. Жоқ, қой, және шамамыз білейік. Давайте 2 миллионға мына жаққа тренировка жасап көреміз, достар. 2х тренировка дейді. Қаншадан қосеткен примерно? Керемет. Пытыр денеміз дейтін. Ох, не деген рахат мына дейтін, достар. Кәдімгідей кайф дейтін, достар. Тренировканы рахаттан жасаймыз, бірақ бұл жақта кішкене бағасы қымбаттау екен, достар. Менің 2 миллион очкома примерно бір 10 рет тренировка жасадым. Танк болдық, достар. Бағана детский танк, одан кейін слабый танк, енді танк болдық. Енді біз алда үлкен танк боламыз, салмақ танк боламыз, әртүрлі танктар боламыз, достар. Так, мына жақты бір бақылап қайтады. Мә, бауырым дейтін, гайкі бастар өте көп екен. Мыналарға тасып бір пантоваться етіп кетейді, бізге де осылай келіп таситын еді ғой, өздерін шығып. Кішкентай заттар тасып, смело тасып тартып, көзімізді қыздыратын еді ғой, достар, естеріңізде ме? Мә, базар жоқ, смело тартамыз ғой бұндайлар. Бірақ енді, достар, бұл жақтың мына есікті бұлай тартамыз, қазір қараңыздар, достар, өте қызық болады. Давайте мына жаққа апарып тастаймыз, достар. Өте үлкен есік мыналар дейтін, таңғалатын шығар, достар, қараңыздар. Есік қайда кетіп қалды? Мә, қараңыздар, достар, есікті де сүйретіп алып келе жатыр мына жаққа дейтін, қараңыздар, қазір кішкентай гайгыбастарды көретін шығар осын. Давайте мына жерге қойып қояйық. Так, бері кішкене тартайық. Бауырым, осы жерден өту үшін мына есікті тарту керек деп қоясың, достар, бұл мүлдем жеңе алмайды шығар олай. Мына есікті тартатын энергияны қараңыздар, достар. Мә, не деген үлкен, менен де үлкен ғой дейтін есік. Так, енді, достар, бұл сарайшықтың мына тауықтарды біз басында келген кезде осыны көріп шошып кетіп едім мен дейтін. Өте үлкен, достар. Қателеспесем бір екінші видеода ма или бірінші видеода ма бір рет келіп едім, осы жерге шошып кетіп едім. Бауырым, қара мен секіргенімді дейтін. Базар жоқ па бауырым? Қараңыздар, достар, өте үлкенбіз. Енді бұл мына есікке сиямыз ба біз, достар? Қараңыздар. Бауырлар, че там, қалайсыздар? Мускул. Давай, денеңді көрсет бауырға. Керемет, достар. Осылай, қараңыздар, достар, үстен мініп алдық біз дейтін. Давай, секір. Мынаны қараңыздар, достар. Ар жаққа қарай өте алмай жатырмыз. Табиғат аяс екен ғой, достар, қараңыздар. Табиғат аяс екен мына жақтары. Кәдімгідей таудың ортасына сеп салған, не істеген, достар? Мә, базар жоқ. Көрмеген елде көп дейтін, достар. Осы ғой көрмеген елде көп дейтін. Так, қараңыздар, достар, мынаны аламыз. Қазір өз біреуге буст жасап береміз, достар. Давайте буст жасап көрейік, жасай алсақ. Өзіміз отыра аламыз, достар. Өткен бір рет отырып едік қой. Өте шексем қатып күліп еді сол кезде, базар жоқ, достар. Так, бауырым, отыра ма? Өзіміз отырамыз екен әлде. Қараңыздар, достар, не істейін деп отыр анау? Жақсы тастай салайық. Керемет. Таң үстіне міне аламыз, достар. Осының үстіне міну керек, достар. Енді алдағы видеоларда осының үстіне мінетін болам, достар. Өте үлкен болып, осының үстіне мінетін болам. Күтіңіздер, достар. Қандай контент қызық, соны жаза кетіңіздер. Сондай контент түсіретін болам. Қол темірлерді ары қарай тасиық, достар. Бізде 489.000 энергия бар екен. Бауырым, 3 пикачты алып мынау дейтін. Аяп кеттім ғой мына бауырымызды. Не тренировка жасай алмайды, не энергия жинай алмайды, қиналып кетті ғой өзі. Достар, лучше бар ғой, ана жақта трактор тасып келген жақсы ғой, лучше мынадан біреуін тасыған шығар. Біз дейтін енді керемет. Ана бауырымыз дейтін бағанадан бері 2 сағаттан бері тренировканы өліп басып, еще барлығы және тренировка жасап. Енді бұл жерден өтіп кетеді бұл бауырымыз. Қараңыздаршы, мына денесін, гидрамен қосып тұрып әрең смело тартады ғой. Мына бауырымыз, сол міне қараңыздар, аның денесі деген кәдімгідей качага тыржалаңыш болып қалай жүр ол, достар. Сондай бірдеңе тауып алу керек бізге де. Денемізді, мускуламызды көрсететін, немесе бір майка, достар.
мен полный қара болып бір бандит сияқты киініп алғам, өте бір түрлі болып киініп алғам, өте бірақ денеміз бірақ кәдімгідей качок достар. Негізі біз анаумен салыстыратын болсақ менің денем качоктау достар. Ой, керемет, қараңыздар ана. Ой, мынау дейтін тренировканы жасап сразу не істеп тастайтын несі мынау? 2-ақ рет тренировка жасайды да қайттан барып очко жинайды достар. Лучше энергияны жинап тұрып бір тренировка жасаған жақсы ғой. Мен дейтін 5 миллионға 10 миллионға жинап тұрып бір тренировка жасаймын, андай етіп бір 2 рет тренировка жасаған ұната бермеймін достар. Танк біз ғой енді біз. Анау не машина зла ма, сондай бірдеңе еді оның аты. Қателеспесем машина зла ғой деймін. Білмеймін, бағана көрген секілді едім. Так, қараңыздар достар, біз дейтін ё-моё, смело 5 миллион очко жинап алдық қой. Біз мына жерге жиын кезде кәдімгі 400 мың очко еді достар. Так, қараңыздар достар, короче айтқанда мен 10 миллион энергия жинадым. Сіз видео аяғына жақындап қалды достар. Соңына дейін көрген болсаңыздар рахмет. Келесі видеода осы 10 миллионға денемізді пытырлатып тренировка жасайтын боламыз. Келесі видеоны күтіңіздер достар. Қош сау болыңыздар достар. Келесі төбедегі ссылкаға өтіп, осының алдындағы видеоны көріп кетіңіздер достар. Денеміздің качоктығын көріңіздер. Қош сау болыңыздар.